Сәлем достар, бүгін қолдан дайындалған творожный сырды дайындайтын болам. Өте дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Сүзбелі сырымызды дайындау үшін ең алдымен айран керек. Тек бізге айран болса болды. Ол үшін маған бір күн тұрған мұздатылған айран керек. Яғни мен оны айранды мұздатқышқа салып бір күн қойдым және алып қазір сыртынан босатып жатырмын. Сыртын босатып арнайы дұршылақтарға марла қойып ертетін боламыз. Міне бізде дұршылақтар, оның үстіне мен арнайы марла қойып, сіздер марла таппасаңыздар қатты мата қойсаңыздар болады. Осының үстіне жаңа мұздатылған айранымызды қойып бір күн ертетін боламыз. Айранды бөлме температурасында ерітетін боламыз. Еріген айранымыз осылай болады жарты күнде. Бір күн тұрса толықтай еритін болады. Толық еріген кезде үстін жауып, осындай арнайы заттармен бастырып қойсаңыз болады. Бастырылған творогымызды алып, оны арнайы өзіміздің ыдысымызға салып алатын боламыз. Ситада суы астына кетеді және қоймалжың болып осылай бізде творожный сыр дайын болады. Творожный сырымыз қатты сұйық та болуға болмайды. Осындай толыққанда өзінің денесін ұстап тұратын жағдайда болу керек. Қатты сұйық болып кетуге де болмайды. Осылай денесін ұстап тұру керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет шыққан. Творожный сырдың дәмі өте керемет. Оны мен торт істесеңіз болады, торттың кремін жасауға болады. Немесе балдарыңызға осы күйінде үстіне варенье қосып, тәтті йогурт десек те болады. Тәтті йогурт жасауға да болады. Творожный йогурт. Бұл өте әрі пайдалы, әрі қолдан жасалған. Істеп көрсеңіздер өте керемет. Дәмі сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Сіздермен болған Тоғжан.